Кеше жиын кезінде үйде жүзім көп қалған болатын. Ол жүзімнің барлығын жинап тосап жасайын деп жатырмын. Жүзімнің тосабы бір керемет болып шығады ғой. Өзімнің төркінімде жүзім бар, сол үшін үнемі тосап жабады. Мен деген тосап жабам деп жүрсем, ар жағында қызым боянып тұр ғой. Қазіргі қыздар кәдімгідей боянады. Арасында тренд түсіріп үлгергенсің ғой. Түсіріп шекерін салып қайнатуға қойдым. Офисімдегі жұмыстарымның барлығын бітіріп, есігін жауып қалған жұмыстарыма кірістім. Бүгін бізде ауа райы жаңбырлы керемет болып тұрды. Осы жер жаңбыр жауғанда, қар жауғанда өте әдемі болып тұрады. Бәріне қарап отырып шайыңды ішіп аласың. Алдын мен соны қатты армандайтынмын. Арманыма жеттім. Бізде түскі чайға дайындық. Бала шағамның қалауымен жұмыртқа қуырып жатырмын. Осылайша түскі чайымызды ішіп алдық. Солай жүрген кезде үйге қонақ келетін болды. Ал енді қонақ күтуге дайындалып жатырмын. Аллаға шүкір, үйдің берекесі қонақ дейді ғой. Қонақ келсе үйдің ырыс-берекесі көбейеді дейді. Сол үшін қонақ күтуге әрдайым дайынмын. Не деген қонақ бітпейтін деп таңғалатын қыздарға айтарым. Қонақ күту өте керемет, мен өзіме қатты ұнайды. Ал енді кешкі асқа кірісу керек. Сіздерде қандай ас болып жатыр, қыздар?